Сұлтан Малик-Шах заманында Самарқанд, Бұхара, Озгент, яғни Ферғанада салджукилер қол астына бірлеседі. Арқа Түркістандағы Қараханилер де салджуклар құдіретін тән алады. Сұлтан Малик-Шах хүкімдарлығы дәуірінде салджуклар салтанаты Арқа Түркістаннан жер орта теңізіне шекен болған аймақты өз ішіне алған. Мәлім болғанындай, әрқандай салтанаттың рауажлану дәуірі менен біргелікте ыдырау һәмде кризиске кіру дәуірі де болады. Салджукилар салтанатының әзілеп ыдырау процесі болса 11 ғасырдың екінші ярымында басыланды. Бұл процесс себебін салтанаттың хадден тыс үлкен аймақты иелеуі. Бұның ақыбетінде оны бір орайдан тұрып басқаруда мәлім бір қиыншылықтардың жүзеге келуі. Сондай-ақ рәсми династияның көплеген көрнекілілері және де жергілікті үкімдарлардың қаресізлікке ұмтылыстары. Сондай қарезлі өлкелердің табиғи наразылығы һәмде қарсылықтары сияқтылар менен түсіндіру мүмкін.